Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Сіздерді бүгін сабағыңызды қызықты өткізуге көмектесетін онлайн платформамен таныстырғым келеді. Бұл сайттың ішінде сабаққа қолдануға қажетті күшті қолданбалар бар және олардың түрлері өте көп. Бұл платформа Pili App деп аталады. Google поисқа Pili App деп іздеп сайтқа кіреміз. Бұл сайттың тағы бір артықшылығы ешқандай тіркелуді қажет етпейді. Тіркелусіз барлығын орындай бересіз. Мінекей басты бетте колесо фортуны, табло, символдар мен неше түрлі шрифттар, генератор случайных чисел, цифрлық сағаттар, жеребе тастау, орел или решка, кубик тастау, математиктерге қажетті транспортир, линейка, процентный калькулятор, сонымен қатар бәрімізге қажетті QR код жасау да бар. Енді барлығын кезегімен ашып көрейік. Мысалы, жеребе тастауды алып қарайық. Мұны біз топқа бөлуге қолдансақ та болады. Мысалы, 4 топқа бөліп, 4 топтың атын 2 реттен қайталап жазып аламыз. Жазып болған соң стартты басамыз. Сөздер теріс қараған соң олардың түстері әртүрлі түске айналады. Оқушылар осы түстерді таңдау арқылы топқа бөлінеді. Мысалы, біріншіні ашамыз алтын, сары түс бриллиант, күлгін түс күміс, тоқ күлгін түс бриллиант, тағы сол сияқты таңдайды. Егер де оқушылардың саны көп болатын болса, оқушылардың екінші бөлігіне карталарды қайтадан таратуға болады. Ол кезде олардың түстері мен орындары қайтадан ауысады. Келесі транспортирді ашып көрейік. Бұл онлайн транспортир. Оқушыларға түсіндіруге өте ыңғайлы. Міне қызыл нүктені ары-бері жылжыту арқылы көрсетеміз. Таблоны ашатын болсаңыз, мұнда ұпайлар көрсетіледі. Топтардың атауларын жазып қоюға болады. Түстерін де өзгертуге болады. Экранға осылай шығарып қойып, екі топты бір-бірімен сайыстырыңыз. Келесі бәрімізге танымал әдіс колесо фортуныды көрейік. Мұны кез келген тақырыпқа, кез келген тапсырмаға қолдансаңыз болады. Ішіндегі жазуларын өзгертіп. Мұнда мен өз сабағыма қатысты етіп, шығармалардың атауын жаздым. Оқушылар оның авторын табу керек. Жылдамдыққа немесе уақытқа тапсырма орындағанда осылай экранға уақытты шығарып қоюға болады. Немесе белгілі бір тапсырмаға мысалы 5 минут уақыт беретін болсаңыз, сол 5 минутты шығарып, таймер қойып қойыңыз. Орел или решка, мұның да сіз қалай қолданатынын білетін боларсыз. Осыған ұқсас тапсырмаға байланысты кубик тастауға болады. Тағы да бір бізге ең қажеттілердің бірі QR генератор коды. Бұл жерге кез келген видео болсын, тапсырма болсын, сілтемесін алып қойып, оның QR кодын шығарамыз. Осы QR кодты басу арқылы балалар тапсырмаға кіре алады. QR кодтың формасын қалағаныңызша өзгертіп алуға да мүмкіндік бар. Тағы да бір қажетті дүниенің бірі бұл линейка. Перетащит батырмасын басу арқылы бұл линейканы орнынан қозғалтып қолдана аламыз. Математика сабағына қажетті тағы бір зат бұл процентный калькулятор. Мұнда сандарды толтырып оқушыға есеп құрастырып, және оқушының жауабымен салыстыруға болады.
Бұл сайтқа міндетті түрде өзіңіз кіріп көруіңіз керек. Ешқайда тіркелудің де, оны сақтап жүрудің де қажеті жоқ. Оңай әрі тез орындалатын платформа. Осы сияқты заманауи әдістерді күнделікті сабақта пайдаланасыз ба? Комментарийға бөлісіп кетіңіз. Ақпарат пайдалы болса лайк басыңыз, осындай ақпараттарды үнемі көріп отыру үшін тіркеліп алыңыз.